Барлықтарыңызға, тамам, кет қапты кәдімгідей. Итак, барлықтарыңызға қайырлы күн. Короче, бүгін Әлібек екеуміз бір жаққа шыққанбыз. Қайда шыққанбыз? Күн салқын болып тұр, күн ыстық болғанымен. Немен жұмыс істейсің? Официант. Қай жерге шақырып жатыр да? Қай жаққа шақырып? Истанбулға. Истанбулға официант? Ол жерде қандай кім жұмыс істейді? Қара кесті. Кім шақырып отыр соны? Қазір Истанбулдың адамдар өзі шақырып отыр ма? Әлі қойшы. Сен болмасаң қиналып отыр деп. Жоқ, просто жазды, жұмыс істейсің ба деді. Өзі жазды? Кім жазды? Истанбул. Қайсысы бар ма сообщениеге? Жоқ. Кестер. Неше дейді? Бүгін стажировка деді. Қойшы, қайтын немен басқа бір кафелер тауып алсаң да, Рүстем ба, арзан, оңай. Бар, туалетінде отырасың сосын. Не істедің? Туалетте болдың дейсің да. Саламчики. Саламчики, Пау, деймі? Жайты. Samsung Galaxy. Бивашты танисың ба? Сен сағынған шығарам. Бәлкім сағынған шығарсың, бізге болып. Әлбетте істемейтін жоқ осына. Басыға бүгін тұр. В общем, мына жақ екінші микрорайон, мына жақ бірінші микрорайон. Ана жақта менің мектебім ғой. Күнде өтеміз осында. Әлбекке звондайсың ғой, первый очередь. Бекішке звондайсың? Қауышты. Потолок, короче, мен Бекіш и тағы біреу бар. Как көреміз сол потолок кім екен ол? Ойланайықшы. Сондай блогерлар бар. Мына бұрында Әлбектің магазині болған. Қазір кімнің магазині? Сымбат дей ма? Осының аты қалай? Ниет. Кім қойған бұның атын? Ниет дейтін қызы бірдеңесі бар ма еді? Жоқ, магазин ниет әкесі деген. Короче, новый поликлиника деген дұрыс па? Мына 16 мектеп мен оқыған бұрынғы поликлиника. Ана екеу алмады ма? Короче, бір жаққа қоядық. Бәріңізге қызық болсын, достар. Егер сендерге қатты қызық болса, онда комментарий қалдырыңыздар. Қызықты. Достар. Короче, 17 мектеп. Короче, Аринаға жазған ғой мен. Жағында тұрамын, ішім піскетеді. Арина тұрғанда просто шықсаң, жігіттен көріп қояды, маған жазған. Сосын айттыңдар ғой деймін, оны сентябрьда болды ғой деймін, алдыңыз жазда ма или? Шағыз көрді. Сосын барыңдар. Короче, бір қалтасын қолын шығадық түсіп қойым, артық шақыңызды жасап қойым ғой. Мен түскетші, неге түсіп қойдың? Сен өзің ойыңыз Оны дұқтан сынбаса, дұқым неламайсы. В общем, ләқ кетті. Бәріқтаныз енді, Нұртасты қолдақ қойыңыздар. Не алды отырым. Нұртасты қолдақ қойыңыздар. Нұртасқа құттықтап қойыңыздар. 3 стоянкасы, ой, бұл не болып отыр? Короче, стоянкасында 3 гараж, қалай? Плюс 3 гараж ба, қалай бірдеңе болып отыр. Нұртас енді плюс 1 гараж, саған подарка атсы душой. Міне бір велик, жаңа 3 великті жаңа қосып аласың ғой, 4-ші қыпше. Мені от душиннан пробега айналмаған, жүрілмеген, ұрылмаған, соғылмаған. Короче, мына жақта Нұртас, Әлібек, Бекіш бар. Күн прием железный зон. Жестко. Мен жетпесем таш етеді, түсір ана. Фук. Мә. Осыны кеше тұққансың ғана. Сүйшеміз, ескеш дейсің. Әдемілі ойнату керек ше оны ше. Машина өткетейік өзіміз. Бір ана жабыс қағансың ғой. Дәу бордюрға жабыс қағансың ғой. Әлбек, айнақ бөлесің ба не істейсің? Бекшеге любойнан өтейін деп тұрып па? Шығасың ғой? Дейсің. Алуа. Ең арғынан өткен мен ғой. Әлбекні қысқасынан өткірші. Қатайып тұр, ана қысқасынан өтші сен бәле. Өтші қысқасынан. Жүріп кеттік шектер. Уақыт алмайын ғой. Уақыт алмайын ғой. Ой, сандалбай. Мына 17 мектеп. Күннен заказ бергенде қашан келді? Келді ма? 15 күнде келді ма дейсің ба? Қатты күтіп отырсың ба?
келмеді ма не әлі? Қатты уайым болып отыр ма? Уақыт кетті ме? Я мен саған сайт жіберейін ба, соның ішінен көріп отырасың ба? Қалай? Астылен соны ма? Иә. Керек емес. Саған сенемін. Жоқ, маған сенгенде Жоқ, саған сенемін. өзің андай. Жоқ, сенемін болса. Күтіп отырмын. Жоқ, сенемін. Газон дей саған ше. Сен бірдей сотқа алайық екенбіз ше. Сосын? Мен не 20 шықса алайын деп отырмын. 20 шықса қалай? iPhone 20 шықса бірақ аламын 5 жылда. Сен Новый сол кезде алмасам. мына жерді қиып лақтыр жейін ба, не істейін? Жатыр емес. Анау қалай Тимоне Пумба дей ма? Кедей әңгіме дейсің ба? Жаңа Зуза мет ана. Жаңалық айтып жүретін ше. Тоқылдақ. Мен ертең тренер қылсам. Давай. Зуза мет. Ертең бере ма? Бүгін береді. Давай анау не газонға футбол ойнайықшы. Ертең ойнайық. Ертең ше, Ерасыл бар, Нұрасыл бар. Сен бір енді 3-4 бала шақырып алсаңдар сендер ше. Шпаналар жетеді. Жоқ, өзіміз ше бөлек ше 5-5 әдемі. Шпаналар керек емес екен да. 5-6 деп қақсап қоймады ғой, кешке жетті. Давай, ана қылшы. Жүр, былай шығамыз да. Қап дейтін жаман екен, а? Қап дегенге анау елесте кетеді да. Али и Белинда развелись в 1976 году. В 1977 году он женился на Веронике Порш. В 1986 Көтін сұраса дейсің. Торымызға пажин. Айтты ғой. Есік ашылмай ма екен? Короче, міне Бекс, Әлбек и Нұртасик Мармаладик. Келмейді екені, мына жақта балалар күтіп. Басынан бастап ойнайын деп отырсыңдар ма? Білә. Чашка ғой, оны кетіп басынан бастап ойнау. Жарты сағаттан кейін жалық кетесің мына ойыннан ше. Онлайн ойнап көрсеңдерші бірдеңе қылып. 24 çıktı sonra. В общем, мына Нұртаста жұмыс шыққапты, Әлбекте тоже жұмыс шыққапты. О, бездельник осы Бекс екеуміз, короче. Өзіміз еще мына жаққа келіп не істедік? Онлайн ақша табамыз. Палуан. Айтып қой, қай жерден алатынбыз онлайн? Айтпай қойық. В общем. Алиев, Хайсор. Жанзақ авиаторды табамыз. В общем, қалайда ну? Как келеміз деген қалай дейді? Сейчас приедем емес, қалай? В общем, пресс-клубтан, короче, қалай? Ё-май, қалай дейді ана? Брон жасап қойдық, брон жасадық та, кет қаламыз. А мы дальше идем по своим делам, дейма? Говорит, да? Қалай? Үйге баратта бір зат қойып көрді. Жоқ дедім. Енді? 10 мың дедім. Сосын? Келседі ғой. 10 мыңға түсіріп бересің бе енді? Жазып жүріп. Келседі ғой, мен айтып тұршы, біз бір кісіге түсіріп бергенбіз, түсіруге. Ол лақтыр кетті дейді последний момент. Айтында керек емес, просто бір минуттық видео ғой. Сонда қалай сонда атмен оқып қалды ма жаңағы заказ? Ана не істеп беріп тастадыңдар ма? Отказ ба? Иә. Жүгіреміз да? Жүгіреміз. Ойнайық жүр. Басқа жақта ойнайық та? Жүр аналарға барсақ. Ана сумкасын ойымыз да? Жүре берейік. Жақсы. 5 мың теңгеге алысың? Жарайды, онда керек емес, просто 1 минуттық видео дейді. Жақсы дейді. Келісіп ашыр ана 5 мың теңгенің өзін жасай аласыз барып, 1 минут болса ашыр қиналдың. Оны 5 мыңға келсе. Мен сындырып жатыр, мен оны сындырып жатыр. 5 мыңға келсе салыр аны. Я без музыки. Давайте онда деп жазасыз. Давайте онда 5-ке дейсіз. Жақсы онда келістік деп қойып ше. 4-ке дейін ше. Ақыр соңған екенбіз. Жүрсіз барып тірлі кетейік та. В общем, короче, Нұртас 10 теңгеге біреуден заказ алады. 10 теңгеге алмайды, короче. Біз PS-қа барамыз. Сосын PS-ның ішінде сөйлеседі деп. Тате осындай видео түсірем. Давайте сізге 1 минут түсіп берші деп айтқан ғой Нұртасқа. Сосын Нұртас 10 мың деген. Ана кісі жоқ келіспеймін дейді. Что-то PS ойнауға желание ашылып кетті да, қайттан барамыз ба деп ойлап қалдық. Сосын ана кісіге жаздық. Онда 5 мың болса 5 мың деп. Енді сол 5 мыңға түсіретін сияқтымыз. Короче, Нұртас қазір 5 минут деп жуынып, шайынып бұл, қырынып бұл дегенше.
ұзақ уақыт отырып бірақ ойнап көзім соткадан талып кеткен ғой. Қайтып ұйықтап қалғанын білмей қалған соң 10 минутта. Короче, енді Бекшпен Альбекке барадық. Сосын төртеуміз қайда баратынымызды пока что не знаем. Біз вообще PES ойнаймыз деп шыққанбыз ғой. Вообще лақ деп. Анау жұмыс істеп, мынау жұмыс істеп, жұмыс тауып алған ғой, прикинь. В общем, Бекш прямойда отыр, как всегда. Өзінің жұмысына кірісіп алған ғой, как положено. Дворец жаққа баратыр. Rolls-Royce по Bentley ма? Короче, на жақта төртеуміз. Ана жаққа 1 километр, 4 километр, короче, былай жүреткен. Төртеуміз 2 километр ғой деймін. На 15 мектеп. Анау ше, мост бар ғой, содан көлге дейін примерно 5 километр потолок па? Шашубайға дейін 4 километр. Қай көлге дейін? Көлге дейін, осынау, Айлавиоға дейін. Кемпіссің ба, бірақ көл ғой. Сен тек боқ қаласың бар. Ал, Ағыбай Батыр дейтін жер ғой. Дейтін не? Бұрында мощный болатын осы жер. Хит жер болатын. Қыста да, күзде де, жазда да. Бауырларда бақытсызбын дей көрме дейді. В такой же майке, что и 10 лет назад. Правда, тот парад был довольно тесноват. Лопнул их лоям, сделал стиле акроб. Короче, брат, бірдеңе цирк кетпекші, бірдеңе бірде. Ахат әке атсам. Дворец жаққа келатыр. Күндізде, түнде де осы жолмен жүр. На жақпен біраз болып жүрмеген. Қолым тұққа батыр ғой. На жақпен вообще жүрмеппен. Басымнан мұсыр ғой. Терлік келатыр. Жоқ, ина. Әшейін жүрсе де терлей береді ғой бұл. Короче. Негізі әр ортаға Бекш сияқты бір албан кетті. Что бұл, жизнь малины не стыдно. Көтке приключение салып береді. Жынданайым ба? Жынданыш давай. Қайсы. Жынданыш давай. Альбек жұмысқа келатқан негіз істеймін деп. Енді отказ беріп қалды. Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard has called a stop to this. Екен анасы жүрген сол. Көзі жүрген сол. Ебать, мен ілгіш пакет кесі ғой. Ассалаmaleykum, пацаны. Салам алейкум. Вача, Витек, Екатерина, Буртик. Ребята, можно в гитаре сыграть? Давайте. Да, Альбек, если он будет сыграть. Да, ойнатся. Он умеет? Он умеет. Он все умеет. Вот цена жаха. Пусть сидит где? Или стоя будешь. Ах ты педофил. Ты случайно не педофил? Нет, говорит. Қайсын айтамыз. Кесе Бекш. Арбаттамыз, бауырлар. Ертеге бағамыз арбатқа. Давай. Даусын шығарсайы. Как зовут, Витек? Макс. Сергей. Как? Костя? Андрей. Как? Тамерлан? Это нация какой? Нация. Серьезно? Кто? Батя? Казах. Мама? Женская, да? Общаешься, қасын. Саған давай вместе болайын счастливо тұрайын. Короче, сағат 4:28 кетті. Жаңағы кісі 4:30-да келем деді. Походу прям пунктуальный кісі ғой деймін, уақытымен келетін дейді. Күткенімізге жарты сағат болды. Жанымда Нұртас бар, Әлбек бар и Бекш бар. Короче, дворецтің алдында бір видео түсіруге келгенбіз. Негізі ол заказ Нұртасқа түскен. Біз бірақ поддержка болды. И Әлбек жұмысқа тұруға келген ғой. Ол бірақ атмен алды да видео түсіп біткеннен кейін PlayStation ойнаймыз ба деп отыр. FIFA 24 шыққан екен. Соны ойнаймыз. Тема ғой. Жылдай келесіз. Әлбектің бетімен жалғыз. В общем, Нұртастың заказы келді. Заказы болғанда видео түсіреді да енді. Мобилографияны үйреніп алғанда білемін ғой мен. Сен аккаунт ашып бастың да. Немене аккаунт? Андай ұқсат па? Ашып алған ғой аккаунт. Армобилдер, да? В общем, на жақта Нұртас делает свое дело. Короче, дворецтің шетіне келдік. На жақта тренажерный зал бар екен, футбольный поле.
Ол жақта бауырлар бар. Әлбек решает свои проблемы. Футбол ойнайтын күн екен болып тұр, ә? Короче, дворецтің артында тренка жасайтын жақта карта ойнап отыр. Кім жеңіледі, сол тұрып тұрады. Бам, мынау қол дейтін потолок. Көздер черви еще. Жана, комда кім жеңілді? Бекш. А что без настроения? Просто күн түсіп тұрған Келі ойнап отыр. Неге сонша ашылысын бек көрсін. Саған жүреді ғой. Саған жүрем. Короче, битадан көзірап басып отқым. Енді негізі оны білмегенде жеңетінім мен. Осынау блок бітті. До конца келгендеріңізге всем от души спасибо. Короче, Әлбек бар, Нұртас бар, Бекіш бар.